Достар, баршаңызға сәлем. Менің арнама, менің жаңа сабағыма қош келдіңіздер. Друзья, всем привет, всем здравствуйте. Добро пожаловать на мой канал и добро пожаловать на мое новое видео. Бүгінгі сабақ бізде тағы да грамматикаға арналады. Септік жалғауы, соның ішінде атау септігін туралы өтетін боламыз. Септік жалғауы – это падежное окончание, соның бір түрі именительный падеж, яғни атау септігі туралы өтеміз. Сөздерді өзара байланыстыратын жалғаулардың бірі септік жалғауы. Қазақ тілінде 7 септік бар. То есть одним из видов окончаний, связывающих слово между собой, являются падежные окончания. В казахском языке их 7 падежей. Енді мына жерде атауларын қарасаңыздар болады. Атау, ілік, барыс, табыс, жатыс, шығыс, көмектес. Это особо не важно запоминать этих наименований, да? Ал енді сұрақтарына назар аударыңыздар. Теперь обратите на вопросы. Атау септік ол кімне, я? Ілік септік кімнің, ненің, то есть кого, чей, чья, чье, чьи, чего. Вот это все кімнің, ненің. Кімге, кому, неге, чему. Өте жақсы. Кімді, нені, кого, что. Кімді, мені, мысалы, кімді, анамды, и так далее. Кімде, у кого, неде, в чем, қайда, где. Кімнен, от кого, неден, от чего, қайдан, откуда. Кіммен, с кем, немен, с чем, на чем, қалай, как. Өте жақсы. Енді мына жерде жалғауларын қарап шықсаңыздар болады. Видеоны білмедім паузаға, егер қажет болса, мына скринда алыңыздар. Біз ары қарай кетеміз. Септіктің 2 түрлі жүйесі бар. Ол жай септелу және тәуелдеулі септеу. То есть 2 типа склонения. Склонение простых падежных окончаний и склонение притяжательных окончаний. Мысалы, септік жалғауларының зат есімнің түбір не көптік жалғаулы түріне қосылуы жай септеу деп аталады. Қалаға, университеттерде, өндірістің тағы сол сияқты. То есть присоединение падежных окончаний к корню или после окончания множественного числа называется склонением простой падежной формы. Например, қалаға, в город. Я еду в город. Мен қалаға бара жатырмын. Университеттерде, в университетах. Университет, ларлер, дардер, тартер, здесь тер деген это множественное окончание и падежное окончание. Где? В университетах. Өндірістің, бұл жерде ның, дің, тың септік жалғауы. То есть производство. Өндірістің бірдеңесі деген сияқты. Жарайды. Зат есімнің тәуелдік жалғауынан кейін септелуі тәуелдеулі септеу деп аталады. Үйінен, уақытымен, тағы сол сияқты. То есть склонение имен существительных после притяжательных окончаний называется склонением формы принадлежности. Үйінен. Ол үйінен шықты. Үйі деген это получается его дом. Это третье лицо. Оның үйі. Менің үйім болады. Сенің үйің, сіздің үйіңіз. Это притяжательное окончание. Вот. Есть вот здесь получается окончание притяжательное. Принадлежности получается притяжательное окончание. И плюс септік жалғауы. Үйінен, из своего дома. Ол үйінен шықты. Он вышел, получается, из своего дома. Ол жұмысынан шықты. Он, не знаю, шықты деген как бы уволился. Здесь шықты деген вышел. Ол жұмысынан шықты. Он уволился с его работы. Ну, получается, собственный, из собственного работы деген мағынаны береді. Әрі қарай уақытымен. Уақыты, мысалы, это тоже третье лицо. Оның уақыты, я.
уақытымен, в свое время. Енді атау септігінің сұрақтары, атау септігі это именительный падеж, кім не, я? Атау септігінің арнаулы қосымшалары жоқ. Атау септік формасындағы сөз қимыл иесін білдіреді. Мысалы, шешен кісі сөз бастар, адал кісі ел бастар. То есть вопросы именительного падежа, кто, что, то есть кім, не, да, у формы атау септік нет своих аффиксов. Слово в форме атау септік обозначает лицо действия. Шешен кісі сөз бастар, адал кісі ел бастар. Ну, то есть шешен кісі кім, кто? Шешен кісі, то есть импровизатор, оратор, человек сөз бастар дейді. Начинает слово дейді. Адал кісі дейді. Честный человек ел бастар дейді. Возглавляет, то есть народа, ну, получается, страны. Осындай мағына. Енді сонымен қатар атау септік формасындағы сөз төмендегідей мәнде қолданылады. Біріншіден, сөйлеушінің біреудің назарын өзіне қарату үшін. Мысалы, аяз, әліңді біл, құмырсқа жолыңды біл. То есть также слова в форме атау септік выражают следующее значение. Для обращения внимания на себя. Например, аяз, әліңді біл, құмырсқа жолыңды біл. Вот здесь аяз, құмырсқа деген это обращение, да? Аяз, әліңді біл. Аяз, типа, знай свое, ну, типа, знай свое не место, а вот силу. А құмырсқа дейді, типа, муравей, жолыңды біл, знай свою дорогу деген мағынаны береді. Екіншіден, белгілі бір оқиғаны, деректі білдіреді. Мысалы, биыл сайлау өтті. То есть второе, это обозначает конкретные факты и события. Биыл сайлау өтті. Ну, в этом году прошел выбор. Что? Выбор. Биыл сайлау өтті. Үшіншіден, белгі иесін білдіреді. Мысалы, бақыт, қаладағы ауруханада дәрігер. Третье, это обозначает лицо, которому присущи какие-либо признаки. Например, бақыт қалада, қаладағы ауруханада дәрігер. Бақыт – это имя человека, да, получается, тире, врач в городском больнице. Өте жақсы. Енді тәуелдеулі атау септігін сұрақтары. Кімім, нем, кімің, нең, кіміңіз, неңіз, кімі, несі. Вот здесь, получается, тәуелдеулі атау септігінің сұрақтары дегені, это получается слова, получается, есть там принадлежности, притяжательное окончание. Вот их вопросы. Кімім, нем деген. Вопросы притяжательной формы атау септік. Вот это. Кімім, нем. Мысалы, адамның басшысы ақыл, жетекшісі талап, шолғыншысы ой, жолдасы кәсіп, қорғаны сабыр, қорғаушысы мінез дейді. То есть адамның басшысы дейді, глава человека, ақыл дейді. Ну, или руководитель человека, солай мағынасы. Это ум. Жетекшісі, который нас ведет, ведущий, талап дейді, это тоже. Бұл жерлерде есть притяжательное окончание. Жетекшісі, басшысы, вот видите, шолғыншысы, жолдасы, друг. Это бизнес дейді, кәсіп, дело. Қорғаны дейді, адамның қорғаны, получается, защита человека, это сабыр. Қорғаушысы, защитник, это тоже мінез дейді, это характер. То есть это принадлежит к человеку. Енді келесі бірінші тапсырманы орындап көрейік. Сөйлемдерді берілген сөздермен толықтырыңыз. То есть нужно дополнить предложение вот данными ниже словами. Мысалы, мынау үлгі, пример. Анам ініме домбыра алып берді. Анам, то есть это моя мама, я, менің анам, ініме, к братишке
брату немесе домбыра алып берді. Домбыра, купил домбру или взял домбру. Алып беру здесь переводится как купить. Келесі, тойда көп, мына жерге бір не деген сұраққа жауап беретін сөз қоюымыз керек. Ішілді. Тойда көп қымыз ішілді. Ішу – это пить, получается. Әрі қарай үшінші. Менің сүйікті әншім. Менің сүйікті әншім. Мой любимый певец. Моя любимая певица, я. Бұл жерге Роза дегенді қоямыз. Роза менің сүйікті әншім. Төртінші сөйлем. Істеп жүрмін. Мен жұмыс істеп жүрмін. То есть я работаю деген. Я работаю. Бесінші. Теледидардан түрік сериалын көріп отыр. Көріп отыр, кто-то видит, кто-то смотрит, получается сериал. Турецкий сериал из телевизора. Кім? Мысалы, Айман. Айман теледидардан түрік сериалын көріп отыр. Алтыншы сөйлем. Университетте оқып жүргенде театрға жиі барушы еді. Бұл жерде, мына беске, по идее, можно әжем. Әжем, вот, әжем. Моя бабушка теледидардан түрік сериалын көріп отыр. Ал алтыншысында университетте оқып жүргенде, когда она училась в университете, в театр жиі, это часто, барушы еді. Она часто ходила в театр. Кім? Айман. Өте жақсы. Енді келесі мәтіннен атау септік формасындағы сөздерді табыңыз. Найдите в тексте слова в форме атау септік. Қазір мен оқып шығамын. Сосын осы екінші тапсырманы, достар, сіздер паузаға қойыңыздар. Паузаға қойып, осы жерден атау септік формасындағы сөздерді табыңыздар. Бірде Жанқұтты шешен Құнанбайдың үйінде отырғанда Абай келіп сәлем береді. Ет желініп, қымыз ішілгеннен кейін Абай: ата, арзан не, қымбат не, дауасыз не деп сұраған екен. Сонда Жанқұтты шешен: шырағым, арзан өтірік, қымбат шындық, дауасыз кәрілік қой. Жанарыңның оты бар екен, ақындығың шығар, маңдайың жазық екен, ойлылығың шығар, халқыңның қалаулы азаматы бол деп батасын беріпті. Ел аузынан кітабынан. Өте жақсы. Енді осыны қазір бірінші аударып көрейік. Бірде, однажды, Жанқұтты шешен. Шешен деген это получается титул, который оратор, импровизатор деген мағынаны береді. Жанқұтты шешен, получается, Құнанбайдың үйінде отырғанда, когда он отырғанда сидел, получается, в доме Құнанбай. Абай келіп, Абай пришел, получается, сәлем береді. Сәлем беру – это здороваться. Здоровается Абай. Ет желініп, ет желінді дейді. Ет деген – это мясо. Жеу деген – это кушать. Они съели мясо. Қымыз ішілгеннен кейін, после того, как попили кумус, да, получается, Абай дейді. Ата, это обращение, вот видите, ата, дед, арзан не, что дешево, дешевый, получается, арзан деген, это дешево, дешевый, қымбат не, қымбат бұл арзанның антонимы, дорогой, что вообще дороже, что дешево, дешевле, дауасыз не дейді. Дауасыз деген, получается, без... Дауа деген, это ем дегеннің синонимы, это лечение. Что не лечится, как бы, что без лечения. Деп сұраған екен, спросил он. Сонда тогда Жанқұтты шешен, шырағым. Шырағым, айналайын дегені, ну, как бы это не переводится, но это в русском, наверное, дорогой мой. Осы мағынаны білдіреді. Шырағым, арзан,
дешевый это ложь, өтірік. Қымбат, дорогой, шындық, это истина. Дауасыз, как бы нелечебный или без лечения, это кәрілік қой, это старение, как бы нет, старение, в общем. Жанарыңның оты бар екен. Жанарыңның деген, у тебя, получается, глаза горят дейді. Оты бар екен. От деген огонь. У тебя в глазах огонь дейді. Ақындығың шығар. Это может быть, ты поэт дейді. Маңдайың жазық екен. У тебя лоб, как бы он плоский. Ойлылығың шығар дейді. Это как бы ты очень ойлы деген, это тоже переводится как умный, смышленный, осылай болып аударылады. Халқыңның қалаулы азаматы бол дейді. Азаматы бол, будь гражданином, қалаулы деген халқыңның қалаулы. Как бы любимый, любимец народа деген мағынада деп батасын беріпті. Получается, он дал благословение, свое благословение. Өте жақсы, енді бұл примерно, приблизительно аудармасы орыс тіліне. Сондықтан енді аса сөге көрмеңіздер. Енді осы екінші тапсырмадан сіздер атау септік формасындағы сөздерді табыңыздар, және осы жердегі жаңа сөздерді есте сақтауға тырысыңыздар. Бүгінге осы. Сау болыңыздар.